Үшбұрышқа іштей сызылған шеңберді салу. Үшбұрышқа іштей сызылған шеңберді салу үшін алдымен шеңбердің центрінің орналасу нүктесін тауып алайық. Үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің центрі үшбұрыштың биссектрисаларының қиылысу нүктесінде орналасқан. Бізге ең кемінде 2 биссектрисаны салсақ жеткілікті. Мына төбесіндегі орналасқан бұрыштың биссектрисасын жүргізейік. Және мына төбесіндегі орналасқан бұрыштың биссектрисасын жүргізейік. Биссектрисалардың қиылысу нүктесін белгілеп алайық. Осы нүкте бізде іштей сызылған шеңбердің центрі болады. Енді бізге шеңбердің радиусын анықтау керек. Радиусын анықтау үшін біз осы нүктеден үшбұрыштың кез келген қабырғасына перпендикуляр жүргіземіз. Осы нүктеден мына қабырғаға перпендикуляр жүргізейік. Қиылысу нүктесін белгілеп аламыз. Мына кесінді біздің үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің радиусы болады. Шеңберді салайық. Үшбұрышқа іштей сызылған шеңберді салдық.